Міне жанар, Мұстафа Шоқайдың тағдыры осындай болды, осылай аяқталды. Кейін 92 жылы ғана зират тапқан болатын Германиядан. Енді сен бізге Сәкен Сейфуллин туралы айтып берсең оқығаныңды, жақсы болар еді. Сіздер Сәкен Сейфуллин жайлы мынадай деректі білдіңіздер ме? Сейфулланың Сәкені 1938 жылы атылған. Қарағанды облысындағы Дәленка ауылының маңына жерленген дейді біреулер. Ал сүйегі болса Алматының түбіндегі Жалаңаш ауылында жатыр дейді. Тағы да бір деректерге сәйкес. Ал НКВД-ның архивінен алынды деген құжат мынау. Приговор закрытого судебного заседания выездной сессии военной коллегии Верхнего суда СССР от 25 февраля 1938 года. Город Алмата. Председатель дивизионный военный юрист Горячев. Члены Алексеев и Миклеев. Секретарь Шапошников. Заседание открыто в 16 часов 40 минут. Председательствующий объявил, что подлежит рассмотрению дела по обвинению Сейфуллина Сәкена в преступлениях, предусмотренных от статьи 58.2, 58.7, 58.8 и 58.11 УК РСФСР. Председательствующий разъяснил, что подсудимому сущность предъявляемых ему обвинений и спросил его, признает ли он себя виновным, на что подсудимый ответил, что виновным он себя не считает и не признает. Данные показания на предварительном следствии не подтверждают. Подсудимый все это оговор. В антисоветской организации не состоял, никогда против советской власти не шел, а также с Сокольниковым никаких связей не имел. То, что написано в деле, все ложь и клевета. Подсудимому было представлено последнее слово, в котором он сказал, что на предварительном следствии себя оговорил, признав виновным. Не выдержал бесчеловечных пыток. Утверждаю, что участником контрреволюционной организации никогда не был. Суд удалился на совещании, и председательствующий оглашает приговор. Смертная казнь. 17:00. Заседание закрыто. Міне дәл солай осы приговорда айтылған болатын. Бірақ та 90-шы жылдары қарағандылық Иван Мудров 1940 жылы Сәкенді Магадан облысының Ягодный селосынан 40 шақырым жердегі Горький кеніші өз қолымен жерледім деп айтқан болатын. Ел азаматтары сол ақынның сүйегін іздеп шықты. Мудров сол уақыттағы лагердің орнын Сәкенді жерледім деген жерде көрсеткен. Бірақ ол маңның тоңы биік деп орманға айналып кеткен. Қорымды тапқанмен одан да көп адам жатқандықтан нақты орнын көрсете алмаған. Шетінен қазып, екі сүйекті шығарғанмен өзге адам болып шығады. Одан әрі қазуға шамалары жетпей тоқтап қалады. Сөйтіп Сәкен жерленді деген қорым табылғанмен қайта барып жағалай көрді. Ақтаруға ешкімнің жүрегі дауылмай тұр. Сәкенді сол ит жеккенде көрдім деуші де Мудров қана емес. Тіпті Әлімхан Ермековтің де сол жақта Сәкенмен бірге бір түн камерада отырдым деп айтқаны да бар. Түрікпен қаламгері Деряев та ит жеккенде көрдім деген. Сонда Сәкенді атпай бәрібір қиыр шығыста өледі деп ойлап, сол ит жеккенге айдады ма екен деген ой келеді. Сұмдық нәрсе ғой. 125 мың алаштың азаматтарын өлтіру деген қазақ халқына үлкен қастандық қой, үлкен қастандық. Жандары жанатта болсын дегім келеді. Жандар жанатта болсын. Рахмет жанар әңгімеңе. Жас ұрпақ артымызда өсіп келе жатқан осының бәрін білсе, болашағымыз жаман болмас. Тарихыңызды біліңіздер, азаматтар.